Тойбастардың неше түрлісі болады. Соның біреуі осындай. Бұның ішіне тек қана конфет, чайдан басқа тағы бір күшті керемет зат салуға болады. Ол не десеңіз, видеоның соңына дейін қараңыз. Сол кезде біліп, таңғалып, мә деп, мен білмеппін дейсіз. Білсеңіз, білдім деп комментарийге жазып кетіңіз. Сонымен қатар сіздерге бонусымыз бар. Бізге подписка жасап, осы видеоның астында описаниеден тегін шаблон алуыңызға болады. Ал осындай немесе көптеген мыңнан астам шаблон каналына қосылғыңыз келсе, маған WhatsApp номерге хабарласыңыз, описаниеде номерін тастап кетемін. Осындай дайын шаблонға текстін жазасыз, содан кейін распечатка жасайсыз, болған соң осылай айналасын бәрін қиып тастайсыз. Қиып болғаннан кейін сізге дырокол қажет болады. Бұның аты дырокол. Осылай тесіп шығамыз. Төрт жағынан тесеміз. Мінекей төрт жағынан 5 штугын бірден қатар тесіп жатырмын. Штучно тесіп отпас үшін. 5-3 мында неше өзі. Абайлаңыз, бәрін бірге тессеңіз жылжып кетпесін. Қараңыз міндетті түрде. Қағаз менде фото бумага глянец 200 грамм. Мой любимый граммаж. Барлық тойбастар растяжка топерге осы 200 граммды қолданамын в основном. Тесігін тесіп болғаннан кейін біздерге әрине майыстыру керек. Төрт жағынан майыстырамыз. Мынандай шығып тұрған жерінен майыстыра қоямыз. Бұның қиын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Шамалы логика и все получится у вас. Осындай бізде тюльпанчик шыққаннан кейін сізге лента қажет болады. Менде лента ақ, базовый. Заттардың бірі ақ лента алып қойыңыз міндетті түрде 0,5 сантиметр. Ені ұзындығы где-то 20 сантиметр. Қателеспесем, өзіңіз қаралаңыз енді. Осылай міне тесігінен өткіземіз. Сонымен қатар пабам, бұның ішіне не салуға болады дейсіз ғой. Бұның ішіне мынандай зат салуға болады екен. Оның аты сейчас покажу. Оның аты Оның аты қазір көрсетем. Қазір чуть-чуть. Босқотпай лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Не деп ойлайсыз? Что вы думаете, что можно сюда положить? Хопа! Это кисайка. Осындай ақ шай ішетін әжелердің кисесі. Бұны просто осылай аламыз да, теріс айналдырамыз да, бүйтіп саламыз да, аузын жауып тастаймыз. И все. Примерно осылай шығады. Осылай жабылады. До конца жабылмайды, енді осындай болып шығады. Ұнады, жарайды, келеді екен деп жазыңыз. Келмесе келмейтін сияқты деп жазып кетіңізші, маған интересно. Осылай істеуге болады екен. Бұны маған бір өзімнің командамдағы адамдардың біреуі айтты. Бір бас, как говорят, хорошо, екі бас еще лучше дейді ғой. Сондай идеялар беріп тұрады адамдар. Рахмет.